Сәлеметсіңдер ме балалар? Каналыма қош келдіңдер. Бүгін қанның құрамы мен қызметі тақырыбымен танысамыз. Адам ағзасының ішкі ортасы негізгі үш бөліктен тұрады. Ол қан, лимфа және ұлпа сұйықтығы. Осы сұйықтықтардың қалыпты жұмысы нәтижесінде ағзада гомеостаз механизмі жүреді. Гомеостаз дегеніміз қоршаған ортаның өзгеруіне қарамастан ағзаның өз көрсеткіштерінің тұрақтылығын сақтайтын қасиет. Қан ол сұйық дәнекер ұлпасы. Ол қан тамырларында болады, қызыл түсті. Ағзада шамамен 5 литр қан бар. Қанның басты қызметі зат тасымалдау. Қанның қызметтеріне тоқталайық. Бірінші қызметі ол тасымалдау қызметі. Ол қандай қызметтерді атқарады екен? Оттекті өкпеден ұлпа жасушаларына, ал көмірқышқыл газын жасушалардан өкпеге тасымалдайды. Ас қорыту мүшелерінен қоректік заттарды жасушаларға жеткізеді. Жасушалардан зиянды заттарды шығарып тастайды. Заттардың ыдырау өнімдерін бүйрекке және басқа да сыртқа шығару мүшелеріне тасымалдайды. Бауыр және бұлшық еттегі жылуды тері мен өкпеге тасымалдайды. Қорғаныштық қызметі ол ағзаны зиян заттардан және ауру тудыратын микроағзалардан қорғайды, микроағзалармен күресетін заттарды қаптастырады, дене температурасының тұрақтылығын сақтайды, жасушаларда қышқылдық судың деңгейін реттейді. Гуморальдық қызметі ішкі секреция бездерінен бөлінген заттарды тасымалдау. Енді қанның құрамы туралы білетін боламыз. Қан құрамы екіге бөлінеді. Ол қан сарысуынан тұрады, 55%-ді құрайды. Астындағы суретке мән береміз, суреті сары болып, түсті болып келеді. Екіншісі қан жасушалары. Ол 45%-ді құрайды. Алдарыңыздағы берілген 3 түрлі қан жасушалары, ол қызыл болып тұрғаны эритроциттер, ақ болып тұрғаны лейкоциттер, көкшіл болып тұрғаны ол тромбоциттер болып келеді. Енді осыларға ақпарат берейін. Бірінші ол қан сарысуы. Оның құрамы мен қызметі қандай екен? Оның құрамы судан, нәруыздан, глюкозадан, тұздардан және әртүрлі заттардан тұрады. Енді балалар қараңыздар, мен мына жерде жаңағы құрамын неден тұратынын мен қасындағы түсін екеуін бірдей түсті қылдырдым, иә. Судың қызметі ол ағзадағы жылуды реттеуді, еріген заттарды тасымалдауды, гуморальдық реттеуді қатысады. Ал нәруыздар ағзада ол 7-8% болады. Оның қызметі бірінші альбуминдер, олар дәрумендер, гормондар мен майға ұқсас заттарды тасымалдау, глобулиндер ол иммунитетті түзеді, фибриноген ол қан ұйытуға қатысады. Глюкоза немесе 0,12%-ді құрайды. Оның мөлшері тұрақты болып келеді және жасушалар энергиясының көзі болып табылады. Тұздар ол осмостық қысымды бір қалыпты ұстау қызметін атқарса, әртүрлі заттар 1%-ді құрайды. Ол гормондар, май тәрізді қоректік заттар, несепнәр немесе мочевина дейміз, мөлшері тұрақсыз болып келеді. Енді осы екінші түрі қан жасушалары дедік қой, эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттерге ақпарат береміз. Бірінші эритроциттер. Бұл қанның ірі жасушалары болып табылады. Бірінші ерекшелігі. Екіншісі, 1 мм куб қандағы мөлшері 4,5 миллион болады. Олардың түсі қызыл болады және екі жағынан иілген диск тәрізді, ядросы жоқ. Орта жағы иілген болып келеді. 120 тәулік тіршілік етеді. Оларда күрделі нәруыз гемоглобин болады. Осы эритроциттің құрамында. Гемоглобинді қан пигменті деп атайды. Ол газ алмасуға қатысады. Қызметі, темірдің оттекпен қосылуының нәтижесінде қызыл түс береді. Темір феррум элементі білесіздер. Сондықтан эритроциттердің түсі қызыл болады және қанда қызыл түсті болып келеді. Гемоглобиннің мөлшері тұрақты, 120 мен 150 грамм литр аралығында болады. Егер адамда қанының құрамында гемоглобин, темір, эритроциттер мөлшері азаятын болса, анемия, қан аздық ауруына шалдығады. Бұлар пішінін өзгерте алады. Балалар, енді қараңыздар, осы жердегі әрбір сөйлем тест болып келеді. Үнемі өздеріңіз байқаған шығарсыздар, пробный тесттарды. Қанның ірі жасушалары деген кеседі, жаңағы қанша миллион кеседі, оның түсі қандай, неге ұқсайды, қанша тәулік тіршілік етеді, оның құрамында қандай нәруыз бар деген, жаңағы қан пигменті деп аталатын қан жасушасы деген сұрақтар көптеп kesеді. Сондықтан әрбір сөйлемдерді, пункттерін түгел түсініп оқыңыздар, суретін салып алыңыздар.
Екінші қан жасушасы ол лейкоциттер. Олар қанның ақ жасушалары болып келеді. Бұларда ядросы бар және қан ағысымен ғана емес, жалған аяқтарымен де қозғалатын, қан тамырларының арнасынан шыға алатын қан жасушалары болып келеді. 1 миллиметр куб қан мөлшерінде 6-8 мың лейкоцит болады. Салыстырамыз, жаңа миллион болған, иә, 4,5 миллион дедім эритроцит, мынау 1000 ғана болады. Яғни лейкоциттер ағзаны ауру тудыратын микробтардан қорғайды, иммунитетті жүзеге асырады. Жұқпалы аурулар кезінде бұлардың саны артады. Және де лейкоциттердің 5 типі бар. Олардың сандық арақатынасын лейкоциттік формула деп атайды. Бұл жерде лейкоциттердің 5 типі бар дедім. Бұл жерге сіздерге қазір ақпарат бермеймін. Бір тақырып өткеннен кейін барып қана осы лейкоциттердің 5 түрі туралы сіздерге ақпарат беріледі. Иммунитет тақырыбын өткен кезде. Келесі, бұл бізде тромбоциттер. Тромбоциттерді біз қан пластинкалар деп атаймыз. Естеріңізде болсын. Қалған екеуін қан жасушасы дедік, иә. Бұл қанның ұю үдерісіне қатысатын, ядросы жоқ. Қараңыздар, жаңа лейкоцит ядросы болған. Ұсақ қан пластинкалары болып табылады. 1 миллиметр куб қандағы мөлшері 180-400 мың. Бұныкі да байқадыңыздар, иә, аздау. 8-11 тәулік тіршілік етеді де, бауырда, көк бауырда немесе тромб түзілген кезде тіршілігін жояды. Яғни жойылады, қайдадан пайда болып отырады. Аз уақыт тіршілік етеді. Тромб ерімейтін нәруыз фибриннің жабысып қалған жіпшелерінен түзіледі. Ол қан плазмасының еритін нәруызы фибриногенге айналады. Қалыпты жағдайда қан 3-4 минутта түзіледі. Қан ұю үдерісі өте күрделі процесс. Оған тромбоциттерден басқа кальций тұздары қатысады, плазма нәруызы, фибриноген және тағы басқалар қатысады. Гемофилия деген бізде ауру бар. Бұл өте сирек кездесетін, қан ұйымайтын, тұқым қуалайтын ауру. Ол плазманың құрамында гемофилияға қарсы фактор болмауынан туындайды. Енді көбінесе тестта, ұбт-да, иә, сіздерге осы ауру туралы бірінші сөйлем ғана кездеседі көбінесе. Сирек кездесетін, қан ұйымайтын, тұқым қуалайтын ауру десе, гемофилия деп белгілейсіздер. Қалған ақпараттарда жаңағы айтып кеткен басқа қан жасушаларындағыдай түгел сіздерге сұрақтары, яғни тестта кездеседі. Қан жасушалары бойынша сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сіздердің сабақты түсінген, түсінбегендеріңіздің кері байланыстарыңыз мен үшін маңызды. Және де осы менің видеомды өздеріңіздің сыныптас достарыңызға жіберулеріңізді сұраймын. Басқа да сұрақтарыңыз болса бұл тақырып бойынша комментарийға жаза кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді біз келесі сабақта сіздермен яғни иммунитет тақырыбын өтетін боламыз. Сау болыңыздар.